Сізді қазір осы Zebra деген приложениемен таныстырғым келіп тұр. Қалыңыз қалай, эфирде Алтынай. Бұл приложение осылай кірген кезде ашылады, ешқандай тіркелудің қажеті жоқ. Коллаж жасаймын, фотоэффект жасаймын, видеоредактор, фоторедактор, осының барлығын осы жақтан жасай аласыздар. Алерт стикер, календарь стикер, фокус, блюр, затемнение, зернистость. Мынандай сообщение қойылдыру, фильтр, до и после фото, автоулучшение, рамка. Осының барлығы осы жақта бар. Бұның барлығы тегін, ал кейбіреуіне осындай бір условиялар қояды енді. Не важно. Оны басқа да приложение жасай аласыздар. Мысалы, удалить фон дегенді айтып жатырмын. Мысалы, затемнение не деген көрейік. Фотомызды таңдаймыз, ол жердегі яғни градиент фон бар ғой, мен көрсетіп жүрмін ғой, студияда лето шрифтін алып келіп қоюды капкатта дегендей. Ал ол жақта оны сразу жасайсыздар. Осылай міне черный, белый цветін таңдасаңыздар болады. Мынау жанындағы ползунокпен қай жерге дейін қара болып тұрады. Соны регулировка жасайсыздар. Төбесінен, мынандай екі жанынан, барлық оң жағынан, сол жағынан дегендей местасын қоясыздар. Птичканы басып сақтап аласыздар. Сосын туып оңай тексттеріңізді жаза берсеңіздер болады. Мынандай келеді, енді хорошо дейсіздер де, арада тоже неңізді таңдап, напоминание дегенді қойсаңыз болады. Сосын что нужно отредактировать дейді, позвонить маме деген сияқты, мысалға осы жерге өзіңізге қажетті текстті жазып, готово деген кнопканы басасыздар. Сонда осындай бір дайын уже сізге сторизіңізға қоятын бір фото шығады, мынандай затемнение етіп, жаңа экспозициясын фотоны түсіріп жатпай, сразу затемнение кірсеңіздер, өзі қараңғы болып тұрады. Мынандай сообщение, мысалға, диалог сияқты бір сториге қойғыңыз келсе, оны сразу да осы жақтан қоясыздар. Синий, зеленый, серый деп цветін қойсаңыздар болады, слева, справа деп қойсаңыздар болады. Сразу осы жақтан міне қарайсыздар, затемнение бар, зернистость, блюр, затемнение, низ, осының барлығын осы жақтан жасап, сообщение, мынандай зернистость берсеңіздер болады. Редактировать етіп, сақтап, өздеріңіздің сториздарыңызды әрлеп сәндей бересіздер. Екіншісі тағы да добавить сообщение десеңіздер, осындай бір диалог түрінде құрсаңыздар да болады. Фильтр да бар, бұл жақтан рамка да бар, оверлей дейді, скруглить, фотоның сыртын кішкене скруглить еткілеріңіз келсе, осы жақтан қарап, жасап пайдаланыңыздар. Бұл тегін приложение, яғни бір-екі приложение кіріп жасап жатпаймын десеңіздер, онда осы жақтан осы затемнение, сообщение деген өте жақсы инструменттері бар. Мынандай до и послесін қарап, жасап, әртүрлі етіп үйлестіре беріңіздер. Сол жалпы осы приложение таныстыра кетейін дедім. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер енді.